Ассалаумағалейкум. Қызанақ сүйер қауым, қызанақ жүйеге жасап жатырмыз. Мынау компосттың үстінен 7-8 сантиметр, 10 сантиметр топырақ тастаймыз. Биогумуспен араластырып. Мынау вермикомпост. Вермикомпост. İçinde şlavşanlar da var ekan içinde. Bu вермикомпост шылаушан жеген. Бірінші қыздырдық бұны 65 градусқа дейін. Жақсылап қыздырып, сосын кейін шылаушан жібердік. Әдемі болып тұр. Осының үстіне енді топырақ тастаймыз 8-10 сантиметр. Кейін қызанақ егеміз. Оны келесі видеода саламын, Құдай қаласа. Қандай сорт, қандай не екенін қызанақтың еккеннен бастап піскенге дейін көрсетіп отырамын. Құдай қаласа лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Құдай қаласа осы каналда біліп отырасыздар жаңалықтарды. Қызанақты қалай өсіріп, қалай не алу керек екенін. Тек қана химиясыз минеральный удобрение бермейміз. Тек таза органикамен өсіреміз, Құдай қаласа. Жұмыртқалары да жүр екен. Осының ішінде калифорнийский құрттар, бұлар тамыр жемейді, тек қана астында нені бізге гумус дайындап береді. Қопсытып отырады постоянно. Шылаушан жіберген дұрыс, калифорнийский құрт.